Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода сіздерге қазыны қалай дұрыс пісу керек, дұрыс пісіру керек, не үшін жарылады, соның барлығын анықтап айтатын боламын. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша түсірілген екінші видео. Ал бастайық, сіздер каналға тіркеліп жазып лайк басып отырыңыздар. Қазының ең бірінші жарылу себебі ол дұрыс пісілмеген қазы. Оны дұрыстап пісу үшін жуанырақ тіс шұқығышпен видеода көрсетілгендей пісеміз. Ең алдымен өстіп бір жағын, кейін аударып алып екінші жағын пісеміз. Инемен піскен ол жарамайды, себебі ине жіңішке. Онымен піскен кезде ауа дұрыс шықпай қалады. Немесе жиі пісіп жіберсеңіз де ол қазының жарылуына алып келеді. Анықтап қарасаңыздар, мен кәдімгідей батырып, кіргізіп тұрып пісіп жатырмын, аямай. Және де арасы өте жақын да емес, алыс та емес. Бір түзудің бойында да жатқан жоқ. Анықтап, басынан аяғына дейін көрсетші деп сұраған адамдар үшін арнайы түсірілген. Бұл тігуді қажет етпейтін үлкен қазыны біз осы күйінде пісіреміз. Қазір қалай тігу керек екенін көрсетемін. Ол үшін әдейі сіздер үшін кішкентай ғып қазыны кесіп алдым. Міне тігу үлгісін көрсетемін. Инені бояуы шықпайтын жіппен сабақтап аламыз. Инені еттен шекке қарай өткізіп аламыз. Кейін түйін тұрған жерден екі жіптің ортасынан инені қайта өткіземіз. Сол кезде жіп-жіпке ұсталынады. Яғни етте шекте тұрса, ол шығып кете береді. Ал мына жерде шықпайды, мықтап ұсталынып қалады. Енді қарама-қарсы жағынан өткізіп тіге бастаймыз. Шекке ары қарай 1 сантиметрдей қашықтықта аламыз. Шек жыртылып кетпеу керек. Соны байқаймыз. Тіккен кезде бесбұрышқа ұқсатып тігеміз. Сол кезде жақсы ұсталынып тұрады. Жақсылап қараймыз. Барлық жерін тігіп болғасын, соңында жіпті жіпке түйін қып түйеміз. Сол кезде соңғы жіпте жіпке байланып тұрады. Яғни шекте немесе етте қалып қоймайды түйін. Өзіне өзі ұсталынып тұрады да шығып кетпейді. Қазір жаңағы бір жағын тіккен схема бойынша екінші жағында жақсылап тігетін боламын. Қазыны тігіп болғасын сіздерге қазының жарылу себептерін анықтап айтатын боламын. Бұл видеода менің мына қазымның ортасы кесіліп қалыпты, байқамай. Егер сіздерде де осындай жағдай болып жатса, бұны да тігіп қоюға болады. Тағы бір айта кететін жағдай, интернетте видеоларда көптеп айтып жатыр,
қазыны баклажкаға осындай бутылкаға салып пісіру. Ешқашанда ондай жасамаңыз, себебі ол қайнаған суға түскенде өте зиянды. Жаңағы қазының ортасын осылай тігіп қойдым. Қазы жарылмай жақсы пісті. Қазының жарылуының екінші себебі ол дұрыс тігілмеген қазы. Дұрыс тігілмесе де ол шектен шығып кетеді. Тұзы, бұрышы бәрі сорпаға кетіп, қазы өзі дәмсізденіп қалады. Үшінші себебі қазы қатты отта қайнаса да жарылып кетеді. Су қайнағаннан кейін көбігін алып, бірден отты азайтып қою керек. Төртінші себебі қазанның астына түсіп кетуі, яғни еттің астында қалып қоюы, немесе қазанның шетіне қатты тиіп тұруы. Бүгін жасалынған қазыны бірден қайнатып жемеңіз. Оны 3-4 күн қойып, әбден тұзы, бұрышы сіңіп етіне жақсылап маринадталған күтіп, бірақ қайнатып жеу керек. Сол кезде өте дәмді болады. Қазыларыңыз жарылмай дәмді болып піссін. Біздің каналға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар.